құрметті халайық. Здравствуйте, дамы и господа, слушатели Национального центра повышения квалификации работников образования «Орлео». Мы рады приветствовать вас на презентации 8 групп. И сегодняшняя наша встреча пройдет под лозунгом «Меняется мир, меняемся мы». Қайырлы кеш, құрметті ұстаздар мен қадірменді қонақтар. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбай тұғын адамның алтындығы деп Ғафу Қайырбеков ағамыз жырлағандай, сөзі маржан, үні ән, ұстаздардың бар болғанын мақтаныш етеміз. Әрине, ұстаз жүгі ауыр жүк. Адамның жан дүниесін түсініп, ренжітпей, қателігін сездіре білу, бұл нағыз шеберлік емес пе? Ал ендеше, әлем өзгереді, біз өзгереміз атты таныстыру шарамызды ашық деп жариялаймыз. Қазақпыз қыз өсірген іңкәр қылып, қазақпыз ұл өсірген шырқап жүріп, қазақпыз құста салып ат жаратқан, сайысқа түскен және тұлпар мініп демекші 12-ші топ тыңдаушысы Исаев Айдостың орындауында қазақтың қарабалас әнін қабыл алыңыздар. Атадан қалған сөз қайда, абыздан қалған сөз қайда, алауыз болса арасы, ағайын азы тозбай ма, барғада жолда бар қадір, баяғы бекзат кез қайда, келеуі кеткен тіршілік, кеуделі жерін қосылай ма. Келесі ортаға екінші топ тренерлері Дүйсенбекова Ләззат Сейденбек қызы мен Орманбекова Ләззат Жексен қызын сіздердің ыстық ықыластарыңызбен шақырайықшы. Бәрекелді. Сабақтары қызықты да көңілді, тренингтер мен нұсқаулықпен үйретуде 7 модуль аясында оқуды шақырамыз ортамызға салмақты, қос ләззатты, құрметті де ардақты деп, келесі ортаға екінші топ мұғалімдерін өз өнерлерімен қарсы алайық. Қазақпыз қыркүйекте бір өрлеуге жиналдық, жүрегіміз дүрсілдеп, келмей жатып қиналдық. Біз өрлеуге барамыз, 7 модульді аламыз, бұл жердегі тренерлер біздің ата анамыз. Өрлеуге біз енген едік, бағдарлама модульдерін меңгеріп, өзгеруге бел будық. Әріптестер әр тараптан келдіңдер мен, еңгеріміз болға ендіңдер мен, еңгерім айлан, айлан. Берген білім шәкіртіне салған ізі, жанғандай бір шуақ боп күннің көзі,
Қарсы алайық 15-ші топ тренерін Мамырова Анара Тұрғанқызы. Сахнаға шақырғаным, мерейіңізді асырғаным. Отбасыңыз аман болып, үстем болсын мерейіңіз. Приглашаются тренера слушателей третьей группы Нурпейсова Ботата Ныштықбайқызы, Жамбырбаева Нурсауле Икаповна. Профессии прекраснее нет на свете. Источник знаний вы слушателям несете. И наш вы тренер, наш кумир, с которым познаем мы мир. И в этот день хотим вам обещать, что поднявшись с аудиторской парты, мы сумеем детям передать ваш труд, тепло сердец и поиск азарт. Встречайте, третья группа. Нагружать все больше нас стали почему-то. Нынче в школе первый класс. На недельку до второго. Нагружать все больше нас стали почему-то. Нынче в школе первый класс. На недельку до второго я уеду Комарова, сам себя. Позови меня с собой, я приду сквозь своя ночь. Я рядом с тобой, чтобы ты мне не пророчил, я приду туда. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть обрывом ночь, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть обрывом ночь, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь. Десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую. Я уеду жить в Россию. Я уеду туда, где ваша живота, может быть, навсегда. Я уеду жить в Лондон. Мне возьмут из леса. Направление одна, направление там, из последних. Встречайте бурными аплодисментами тренера пятой группы Ахметова Майра Кемельбековна. Переступая аудитории порог, оплот исследований безграничных идей, бежим мы на любой свой урок, основы мастерства, чтобы познать скорее. Был выбор курсов, вовсе не случайен. Мы знали все, зачем сюда идем. Лицом к лицу работать обещаем, и вас мы никогда не подведем. Встречайте, пятая группа! Бәрекелді. Қазақтығымыз жасасын, азаттығымыз жасасын.
Әлем өзгеруде, біз де өзгереміз атты танысу кешінен үзіндіні көпшілік назарына білім беру саласы қызметкерлерінің тәжірибесі, деңгейлі бағдарламаны игеру кезеңінің бір беттері ретінде ұсынып отырмын. Бұл кешке топ тренерлер мен мұғалімдер қатысып, өз өнерлерін ортаға салды. Айта берсең, әр топ өзінше бір спектакль. Барлық топ таныстырылым сюжетіне жаңа педагогикалық технология мазмұнын, оны меңгеру жолдарын өзінше бейнелеп, ән, музыка, түрлі көрініс арқылы көрсетіп отырды. Ақбота Нұрпейісова өте креативті, белсенді тренерлердің бірі болды. Нұрсәуле Жаңбырбаевамен бірге жүргізген топта таныстырылым желісі ретінде мұғалімді мектеп директорының курсқа жіберу сәті, оның ұжыммен қоштасуы, курсқа келгеннен кейінгі оқудың қиындығы ән үзінділерімен көмкеріле отырып әдемі жеткізілді. Артынан ол мұғалімнің өзгеруі, өзгерісті мұғалімнің ерекше пиджак киіп, қара көзілдірік тағып, «Я уеду жить в Лондон» әнін айту арқылы бейнелеп, әзілдеп жеткізуі өте ұтымды шығып, зал риза болып, қол соғып, бір серпіліп қалды. Тренер Медет Сатаев жетекшілік еткен топ 7 модульді табиғат құбылыстарымен астастырып, қойылымды ерекше безендіріп, көп еңбектеніп, көпшілік көңілінен шықты. Есте қаларлықтай көріністердің бірі тауық пен балапандар аналогиясы болды. Тауық балапандарын қанатының астына алып қорғап жүреді. Екінші топ көрінісінде тренерлер тауық, ал мұғалімдер олардың балапандары рөлінде болды. Тренерлер 3 айлық курс барысында мұғалімдерді жаңа технологияға үйретіп, балапандай баптайды. Мұғалімдер де курс барысында тізіліп, дән іздеген балапандай жаңа әдіс, жаңа білім іздеп жүреді. Бұл да сәтті шыққан көріністердің бірі болды. Жүргізушілер Сұлтан, Гүлжан мен Айдос та өз шеберліктерімен кештің сәнін кіргізді. Кеш соңында ұстаздарды қазақтай ел қайда әні шабыттандырып, ол от шашуға ұласты. Осындай шаралар ынтымақтастықты күшейтіп, мұғалімдердің шығармашылығын шыңдай түседі. Кешті дайындау кезінде мұғалімдердің ізденісі мен ынтасына риза болдым. Жаңа өзгерістер мен тың идеяларды игеруде барлық мұғалімдерге белсенділік пен сәттілік тілеймін. Материал ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. YouTube арнасында тағы кездесейік. Назарларыңызға көп рахмет.